Сәлем достар, Қытай дүкен арнасына қош келдіңіздер. Бүгін мен сіздерге Тинедил сайтынан тапсырыс беруді үйретемін. Яғни Тинедил сайтына кіріп аламыз. Тинедил сайтында ең бастысы ол адрес, мекен-жайды жазу. Яғни мекен-жайды сіздер ағылшын тілінде толтыруларыңыз керек. Өйткені оларға адресті ағылшынша жазған ыңғайлы, яғни продавецтерге, сатушыларға. Имя, фамилия дегенге өзіңіздің паспорттағы ағылшынша жазылғанды теріп жазасыздар. Егер сіз жынысыңыз ұл болса гражданин, қыз болса ГЖА деген таңдайсыз. Одан кейін адрес, кәдімгі өздеріңіздің адресіңізді, одан кейін қалаңызды, мемлекетті және штат, провинция, облысты, қандай қала, қандай неге облысқа жататынын жазасыздар. Және өздеріңіздің үйіңізге жақын поштаның индексін жазасыздар. Сосын өздеріңіздің ұялы телефон нөмірді жазасыздар. Қойып оформить заказ дегенді басасыздар. Оформить заказ деп басқаннан кейін сіздерге способ оплаты деген көрінеді. Мына батырман бассаңыздар, өздеріңізге керек төлеу құралдары шығады. Яғни мен Kiwi кошелек арқылы төлеймін, сондықтан мында мен Қазақстанды таңдаймын. Сөйтіп Kiwi кошелек нөміріңіздің тіркелген нөміріңізді жазасыздар. Әр затқа әртүрлі доставка түрлері болады. Әрі қарай продолжение деген басасыздар. Сосын сізді Kiwi кошелектің сайтына лақтырады. Ол жерде сіз осы телефон нөміріңіз арқылы затқа төлейсіз. Міндетті түрде ол номер сіздің ұялы телефонда болу керек. Өйткені сізге SMS-пен код келеді. Сол кодты жазып подтвердить деп басқаннан кейін сізді қайтадан Тинедил сайтына лақтырып, сізге алғыс сөз айтып, алғысын білдіреді. Сонымен сатушы оны ақшаны төленген тексергеннен кейін сізге затты жіберуге дайындалады. Менің осы айтқан ақпаратым сізге пайдасы тиеді деп ойлаймын. Қытай дүкені арнасына тіркеліңіздер. Сұрақтарыңыз болса комментарийға жазыңыздар. Ұнаса лайк басыңыздар. Сау саламатты болыңыздар.